Сәлеметсіздер ме, қадірлі көрермендер? Каналымызға жазылып лайк басып кетіңізші. Видео жайында өз пікіріңізді жазыңызшы. Диана Скатованың елден жасырған жігіті көпшілікті қызықтыратыны жасырын емес. Инстаграмда да толассыз сауалдар қойып, қызығушылығын танытатын адамдар да жетеді. Сұлу қыздың жігіті кім болды екен, қашан тұрмысқа шығасың дегендей сұрақтар жаудырады. Белгілі тележүргізуші өзінің жасырған жігіті жайында сұрақтарға да жауап берген екен. Оқырманның бірі, жігітіңді жасыру, бұл дұрыс деп ойлаймын. Себебі бұл жеке өмір деп жазған екен. Соны историясына салып қойған Диана Скатова былай жауап жазыпты. Менің де пікірім сол. Оның үстіне ол кісі мүлдем публиканың адамы емес. Танымалдылықты сүймейді, тик-ток түсірмейді деп жауап берді. Ал бір оқырман, жігітіңізбен ұрысып қалған күні эфирде тиісіп кететін кезі болды ма? деп сұраған екен. Ешқашан, ренжісіп қалғанда ол кісі таң қалатын. Қалайша эфирде түр бермей, сыр бермей күліп отырасың? деп. Мен болсам, енді профимін ғой, көңіл күй онша емес дейтінмін деп күлген екен. Сондай-ақ жүрмей қалам ба деп қорыққан едім, бірақ үлгердім. Қазір съемка басталайын деп жатыр, күні бойы болатын сияқты. Және нәтижесінде оқырмандарға өте пайдалы жақсы бір пост шығады деп ойлаймын деген видеосында көзіміз шалып қалды.